Ассалаумағалейкум, ардақты әлеумет, қадірлі ағайын, құрметті меймандар. Қазақтың философ ақыны Шәкәрім Құдайбердіұлы адамдардың біразы сенен бір нәрсе үйрену үшін бақылайтын болса, енді бірі қателігіңді теру үшін аңдиды. Екеуі де саған таң, бірі махаббатпен, екіншісі іштарлықпен деген екен. Бүгінгі тойға махаббатпен келгенімізді көрсетіп, бір қошеметтеп қояйық шағайын. Ал енді бүгінгі тойымыз Тараздың төріндегі ұлы жүз Қаңлының еліндегі беделі 5 атанға жүк болатын Беспайыптар әулеті. Оның ішінде еліне елеулі, халқына қалаулы, келген мейманы босағасынан кері қайтып көрмеген Асқар әкеміздің, Нұргүл анамыздың отының басындағы шынайы қуаныш. Қазақ ежелден ақ көл мен көл қосылса теңіз болады, ел мен ел қосылса егіз болады дейді. Мінекей, риясыз махаббат кіршіксіз сезімнің аясында осы ел мен елді құдандалы қылып, Тараздың қақ төрінде осынша 400 адамның төбесінің көрінуіне бүгін тұздық болып отырған ғашықтарымыз Айдын мен Сандуғаштың үйлену тойына қош келдіңіздер! Ендігі кезекте тойымыздың төрін асып, ең зиялы мейман атанып отырған жаңа құдаларымыз, ежелден қатар жатқан қойымыз қоралас, ауылымыз аралас ел емеспіз бе? Ошақты, оның ішінде Тасжүрек қауымына төрге шыққандарыңыз құтты болсын деп, шапалақтан шашу! Ал ағайын, орнымыздан тұрайық, жақсылап қошеметті ұрайық. Бүгінгі кешіміздің авторларын ортамызға Айдын мен Сандуғашты қарсы алайық. Қарсы алыңыздар. Басқа тойдан көшілгері, ерекше қойылымен алдарыңызда ғашықтарымыз. Махаббатқа сенемін, толқынысың тербейді мені, аманатым сен едің. Өкпелеткім келмейді сені, жақсы көрем себебі, гүлдей нәзік асылым жаным, жүрегімнің жүрегі. Менің ғазиз ғашығым, 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 қаламатым, асылым, асылым, аманатым, асылым, 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 ғашығымсың. Ғашығым, ғашығым, қаламатым, асылым, асылым, аманатым, асылым, 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 ғашығымсың. Мінекей, алдарыңызда Қаңлының бәйгеден озған жүйрігі мен Ошақтының судан шыққан сүйрігі. Осы Қаңлының баласы Ошақтының қызын аманатым деп, елдің алдында махаббатын алға тартып жатса, бұдан асқан бақыт бар ма? Қадыр Мырзалы ағамыз махаббат тақырыбы үлкен тактыны, ерекше әдептілікті керек етеді. Дарақылық, дүрікілік, бәдіктік оның болмысына жат, сәл ауытқып түскен тіркес, шалыс басқан шалағай сөз махаббатқа да, ғашықтарға да абырой әпермейді деген екен. Ендеше сол қазақтың қадірі айтқан махаббаттың абырой биігінен көрінсін деп, ғашықтарымызға шашу шашып, шапала құрып, тойымыздың тұғырына шығарып салайық. Бақты болыңыздар ғашықтар! Шашу! Құдірет күші әлі билеп, екі жастың табыстырған жүрегін. Ай, бәрекелді, қадірлі ағайын мырза, жүректеріңізге, дархан пейілдеріңізге шынайы алғыс білдіріп қояйық. Мінекей, сіз болып, біз болып, ғашықтарымызды тойымыздың төріне шығарып салдық. Қашанда орындар төрден, мәртебелері биік, мерейлері үстем болсын деген тілек сізбенен бізден.